Ассалаумағалейкум баршаңызға. Ауыл шаруашылық малдарын ішек құрттардан арылту барысында тек қана инъекциялық препараттар емес, оған қоса азыққа, суға қосып беретін және ауыз қуысына тікелей енгізетін пасталар және сұйықтық дәрілік препараттар, таблеткалар және порошоктар болады. Ішек құрттарға қарсы препараттарды қолданған кезде құрамы тек қана бір заттан тұратын затты емес, құрамы бірнеше заттардан тұратын универсалды препараттарды қолданған өте дұрыс болады. Себебі олардың әсер ету спектрі өте кең. Мысалға, H1+ препаратының құрамында прозеникватин мен ивермектин бар. Бұл бір рет енгізудің өзі сізге 90-95% нәтижеге жетесіз. Немесе альбамектин препараты. Бұның құрамында альбендазол және ивермектин бар. Бұл эктопаразиттерге де, эндопаразиттерге де және басқа құрттардың бәрін толық құтылуға сізге көмек береді. 1 граммы 10 кг тер салмақ есептеледі. Ал мынандай H1+ болса, бір осындай пастасы 600 кг тер салмаққа беріледі. Ал егер де сіз малдарыңызға ішек құрттарды бермесеңіз, оларда азу, салмақ жоғалту, коликтар және ішектің тіпті бітеліп қалуы болуы мүмкін. Ол жайлы келесі видеода көріңіздер. Сіздер бұл видеода көріп отырғандай жануар жылқымалы аш ішектен көптеген параскоридоздардың шыққанын көруге болады. Егер де жоғарыда көрсетілген видеодағы препараттар бұл жануарға берілген болғанда, бұндай жағдайға алып келмес еді. Осы құрттардың кесірінен ағзада аш ішекте коликтер болып, ішек түйіліп, мал көптеп қиналады. Көп жағдайда оң нәтиже береді препараттар спазмға қарсы. Ал егер осындай болып толып қалған болса, ешқандай препарат көмектеспейді. Ол кезде жануар өлімге алып кетіп соғатын болады. Сол үшін әрдайым препараттар беріп отыру керек жануарға. No, ya no sirve.